Ушул максат айылындагы мектеп колдонууга берилгенине 1 жыл болуптур. Ал эми быйыл ушул кечеге кошуналардын кол салуусунан ушундай абалга келип калыптыр. Азыр директордон сурадык, ичине кирип тартсак болобу десек, макул деп уруксат берди. Айланасында адамдар бар. Бар эле ушул мектептин оңдоюн деп бар эле ошонун аракетинде экен. İçine girip görelim. Bismillah деп киргенде эле мына үстүн кара ыш каптап калыптыр. Разаков туугандарынын арасында дейт. Bismillah деп оң жактан баштайлы туугандар. Бул класс кайер кирген? Коридордон кирген. Мына жерге ок кирген дейт. Чоң октор экен, доңуз октордон. Эмне кылып тастады? Ремонт кылып тастадыбы? Канча күндө бүтүп калат? 2 Жогоруда биз айтып өтүп кеткен мархум Шайбек агайыбыздын өзүнүн класс экен. Ашканаңыздарбы? Мурда эмне болчу бул жер? Бул жака тийбедиби? Бияктан талкалап кеткен, баардыгы кеткен. Идишаттарды алып кетти. Конуп кеткен, бүт баардыгын алып кеткен. Акыретте төлөшөт тажиктер. Директорский кабинети мына. Директорский кабинет. Агайдык ушул бу? Агай кабинети ошол. Директор болду эле, директорский. Директорскийби? Неке директорский кабинети ушундай абалга келип калды туугандар. Неге тажик окуучуларына айтар элем, атаңар урдаган нерсени төлөйсүңөр бул дүйнөдө деп. Баары силерге жукпайт. Бул дүйнөдө төлөбөсүңөр, акыретте төлөйсүңөр деп айтат элем. Ас-сарикат фактау айдиахум. Неке, буларды өрттөп эмне тапты эми? Жер жусун ошол душмандар, жер жусун. Аристон ушундай абалга келип калыптыр. Ал суу чабы? Жок. Токтот. Кеткен кабелдер күйүп атат. Кабелдер күйүп. Мына эшик. Мына жерде Шайбек агай барбы? Күнү өтүп кеткен Шайбек агай неке сүрөтү. 1976 болчу. Директор Абдрахимов Шайбек Набиевич. Неке. Ушул агайга эстеп сөзсүз дуа кылып коюңуздар. Ушул жерде директор болуп, кече Коголаңда жүрөк көтөргүс оору болуп, кайтыш болуптур. Бул не кабинет эле? Усулкана. Мугалимдер отуруп, кеңешип, сабагын дайлайт. Я Алла. Ар бир класста жак өрттөгөнгө аракет кылганда. Мынаны уруп чыккан окшойт, мындай. Караңыздар. Мынаны уруп чыгыптыр, мынаны уруп чыгыптыр. Мынаны уруп чыгыптыр. Неке жапай жаныбар. Адамдан жаныбар чыгат десе ишенбейт эле неке туугандар. Адамдан жаныбар чыкса неке ушундай болот экен. Билим. Жусуп Баласаган айткан эле. Окусаңар балалар шамдан чырак жагылар деп айткан эле. Мына ушул дүйнөнү жарата турган билим мекемесин ушинтип терезелерин аткылаган караңыздар. Ушуну атса эмне болот экен? Биз билим ала албай калабызбы? Кудайым көзүңөр көр кылган болсун. Кол жуучулар, балдар кол жуучу. Неке кол жууй турган немелерди барды сындырып койгон. Е Алла. Ура берген сындырган. Неке, мына жерге урган экен. Сыныптыр да мына жерде чакан кармак чыгыр. Неке, мынаныкы жок. Жок, буну сындырыш менен биздин духубузду сындыра албайт да, булар душмандар. Эч качан сынбайт. Азыр экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Мына Аристоновуздарга тийбептир, Аристону сындырып иштеп калыптыр, сындырып. Мына жерине удар тийиптир да, мына жерине. Ыштык. Калп айтпасам мен азыр Аристонду көргөндө бир ай мурун көргөн түшүм эстеп кеттим да. Азыркы эшикти эстеп атам. Ушундай бир эшик элес булас бир кабат эле түштү көрдүм эле да. Мен түшүмдө мектеп эшигине жагынан эмес, аркасынан тешилип калыптыр эле да. Азыр көрдүм.
Ар күні әрекет қылған күміс, әрбір класс күміспен әрекет қылған. Май төгіп тұтандырып көріп тұр да? Покраскаға не қылып атайлы күміске әрекет қылған. Мына Досхан ұрып көрген бе деймін? Мушта ұрып көріпті. Неке туғандар? Мушта ұрып тұр, неке муш несі тұрып тұр. Құмдақ менен ұран жері бар екен Досхан. Мына жерде қарайған жерге май төгіп тұтандырып көрген екен, күйбей қалып тұр туғандар. Не дейміз? Құдайым бұндай адамдарды жер жүзінде жашатпайлы қойса екен дейміз, да? Жашатпайлы қойса екен дейміз. Атайлы жыртып кете берген. Нон жыртқан. Кішілікімен сайып кете берген жыртып. Кішілікімен, автоматтың ұшында сайылған бычақты іштік дейді тұғыншын. Мен сайып кете берген. Компьютер толтыра болды, бияқтан болып кеткен компьютер. Сіздердің мектебіңіздер өзі заман бал екен, өте жоғарғы деңгейде. Жылу су бар. Азбыз тазалады, қап-қара болды. Авайлап құм күйгізге әрекет қылған ғой. Неке, май төгіп, күйізгенге әрекет қылған екен. Күйге қылған. Неке? Толтыра әрекет қылған бұлар. Күйгізге қылған. Күйізгенге көрі, әрбір класты өрттеп көрейін деген екен, да? Өрттеген. Компьютерді алып ташып кеткен. Бұл дептер, неке, бұғанда бірақ бұл дұшмандар мына дептерге қандай тибей қалғанына таң қалам да, неке, емге чейін бетіңді ұштарып тұрады. Ушыл нәрсеге жақсы тибеп тұр. Оқылчы, 6 класының оқушысы Юлдашева Наргизаның математикада сауынан жазған текшеріші дейді. Адатта ең жақсы оқыған оқушының дептерін сыртына қойсылы. Бұл да ең жақсы оқыған оқушы оқшайды шамасы. Құдайым сақтап тұр. Мектеп бұл ақ менет та әрбір оқушының. Ақ менет. Мынау дос үштік. Үштікмен сайған оқшайды. Атқан болса мүмкін асты құмда толтыра беріп тазалағанбыз да құм төгіліп. Атқан мұнынше автомат белін ата берген. Мұнаяқ себебі құм толтыра болса да? Мына число 15 дейді. Сентябрьдің 15-і. 15-те сауық бол. 16 күн ертеңнен башталды да? 2022 жылы Қырғызстан сүйем деп тұр. Ошол бойынша сабақ болды екен бұл жерде. 16 күн ертеңнен башталды да. Мектеп келдік. Мыналарға да тибетті рефераттар бар екен. Реферат атқарған Болотбек қызы Айгерім. Айгерім келешегің кең болсын. Бұл ешті ұрдай өздеген оқшайды, мына ешті қарап қойыңыздар. Мына құмдақ не ескен? Точно. Ашалбай қалған мұны? Ашқан ба? Кітепхана өлі? Осы ешкәнет кітепхана дейді. Кітепхана алыр, жоңдар көрсеттерін ғанжағы қойды. Кітептер не айттыр? Кітептер бар да, кітептер бар. Неке туғанда, классқа кіргенде бар еле жайында екен, бірақ мұғалім отыра тұрған столға шындай қатты удар берген екен. Ондай сыныптыр. Мұнда қолы сынсын дейіз, кем ұрса қолы сынсын. Өте білімге қаршы адамдар екен, қараңғы түркөй жапай адамдар екен. Неке туғандар, бұл бізге қол салған адамдар мұсылман екендігі емес екен, айтып отады. Мұсылман емес екен. Бұл жақадан бір соққы тиген екен, әйнектің бір қабаты сыныптыр. Дәді, бала ақшаңыздар тазылы? Бала бақшаның тешті саған көрінді өте алады. Ал жақада өте өз, мына жерге да өрттейін деп көрген екен? Өрттейін де әркет қылған. Бүт бар тұғын екі көздер. Май төккен екен, Почти 3-4 күннен бері тазалап алды. 3-4 күннен бері жуып атасыздар. Ыс басқаннан кейін қап-қара болды. Тазалаш қиын екен. Қайра тазалайсың, шолып қалады. Дағы қайра тазалайсың, айналып. Неке әйнектер сынған. Жер, үш неке туғандар, үш. Қайсыл нәрсені қарамасаң, қолдың үш. Әйнектерге оқ ұшып келген оқшайды. Неке біздің атақтылар. Мемлекет мына ушуларды болчу да, биз кадырына жетпей жатабыз тугандар. Кызмат ушуларды болчу. Биз даяр түзүп койгон өлкөнү барктабай, чет жакка барып, ошол жакты мактап, ошол жакта жашап алып тугандар. Кайтыңыздар мекенге. Бул ачыда окшойт, Неке эшикти туткасын караңыздар. Бизде ок тийгенби? 2019 жыл Қол салу болған, Ушул мектептин жанында
қаза болып қалған эле, анан жан берген бе? Көп Захмакович. 1977 жылдын 31 январында жарык дүйнөгө келген. Ал 1993 жылы Ош облусуна караштуу Лейлик районунун Токтогул айылында орто мектебин аяктаган. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарында 1997 жылдын 5 ноябрында акырылгандан кийин чакырылгандан кийин тартып чек арада кызмат өтөгөн. Кызмат өтөө учурунда өзүнүн милдеттерин аткаруу катары так жана туура аткара билген, жоопкерчиликтүү аскер кызматкери катары башкалардан өзгөчөлөнүп турган. Алган сыйлыктары биринчи экинчи даражадагы мыкты чек арачы медалы, чек араны кайтаруу жана артыкчылык үчүн медалы, ар кандай мааракелик медалдар жана кызматтык милдеттерин жогорку деңгээлде аткаргандыгы үчүн көптөгөн мактоо баракчалары менен сыйланган. 2009 жылдын 16 сентябрында Колунду чек ара заставасынын максат чек ара постунда кыргыз-тажик чек араларынын ортосунда болгон чырчыкта өзүнүн мекен алдындагы милдетин аткарып, 41 жашында баатырларча курман болгон. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык элдик медалы ыйгарылган. Курман болгондон кийин дейт. Ушунун аты коюлмак беле? Жок, чек классы. Бул жоокердин атынан класстын атын коюпсуздар да? Балдарды патриоттук үйрөтүп, мекен сүйүүгө тартат да буларчы. Булар бекерге өмүрүн берген жок. Элди коргоймун, мекенимди коргоймун деп балдарды да армияга чакырып үндөйт. Патриоттук сезимди ойготот да буларчы. Рахмат, Кудайым өзү рахматын алган болсун. Ошондо бул жер аскерге чейинки даярдык кабинет экен. Кан аскен. Неке, бул мектеп мен баа беришим боюнча заманбап мектеп экен. Себеби бүткөнүнө 1 жыл болду беле? 1 жыл болгон экен. Тажикстан менен аралыгыбыз 100 метр туруп ата берген болчу. 100 метр. Аралыгы азыр Тажик менен биздин аралыгыбыз азыр машиттен 100 метр эле. Элдик болсо, мына айлык болсо, агрот элдик болсо, онун аягы Тажикстан. 100 метрден аягы Тажикстан. Кудайым ошол аткан колдорун майыштырып койгон болсун, көздөрүн сокур кылган болсун. Ушунча эскертүүгө ынаган жок булар. Газга каршы колдонуу немени жыртышканбы өздөрү? Тажиктер, кирип келген немелер? Неге туугандар? Ушуну жыртып ойношуптур да. Же башына батпай калганбы? Бул жерде айнек жабыркаптыр. Көлүптүр. Мына жерде чоң телевизор болчу. Бул эмне экен? Орыс тил кабинет экен, да? Бул айнектер бүтүн экен, патология таза. Доскада эч нерсе жок. Мына жерде чоң плазма телевизор бар экен, ушуну урдап кетишти. Кудайым көздөрүн сокур кылган болсун. Көздөрү сокур кылган болсун. Ушунчалык билим немелерге каршы экен, да? Иштебейт булар, азыр айтып. Билимге да каршы, динге да каршы. Анда сөзүмө эми күбө катары барсаңар мечитте атып салган. Даже арабтарда такыратат, мечит аткан эми угутабар, мечит аткан. Эзи мечитти еврейлер гана атат да, жөөттөр. Жөөттөр гана аталат да. Булар деле жөөттөр эле эсептейт. Биз мурда жаштыгында укчу элек, тажиктарды башына кылычты коюп мусулманга кабыл алган деп чүчүн экен да. Эмнеке туугандар, тажиктер мусулманбы же капырбы дегенге эмнеке? Ушундай күбөлөр бар экен. Мечитти да аткылайт экен, мектепти да аткылайт экен. Садикти да аткылаптыр. Анан бул ушундай уламыштар бар экен. Башына кылычты кезегенде анан исламды кабыл алышкан деп ушундай уламыштар бар экен туугандар. Аты жөнү Детбек Назарова Мухлиса Исраилов Камал. Окуучулар, эч качан өзүңөрдүн духуңарды түшүрбөгүлө. Билимди талыкпай окуй бергиле. Билим менен гана биз бардык нерсени жеңебиз. Бар болго.